Дәл қазір историяны қалай тексеру керек екенін үйрететін боламын. Кредит шықпаса, мүмкіндігінше өз историяңызды тексеріп, анализ жасау керек болады, достар. Анализ, разбор жасауды үйреніңіздер. Полный, нақты білмесеңіздер, кішігірім болсын история бойынша понимание болу керек, достар. Кейбір адамдар историясында кішігірім ғана не болады, қате болады. Соны өз жөндемей, кредит шығарып берген консалтинг компанияға барады да, кредит шығарып берген үшін 10% берді. Мысалы 10 миллион теңге, 1 миллион теңге береді. Ондай болмау үшін, ақшаңыз өзіңізде қалу үшін өзіңіз историяны тексеріп үйреніңіз, достар. Жалпы енді былай, мысалы ПКБ деген сайтқа кіреміз, жазамыз осы жерге ПКБ деп. МКБ деген сайт бар. МКБ дегеніміз міне бұл мемлекеттік. ПКБ деген бұл частный. Естеріңізде болсын, частный бұл. Так, мынаны басамыз, міне МКБ, ПКБ. Осыған кірген дұрыс болады. Информацияның барлығы бірінші банктан келген бірінші ПКБ-ға барады. Первый кредит деген басамыз, ход деген басамыз, ары қарай ЮГОВ, войти через ЮГОВ деген басамыз. ПКБ-ға кірместен бұрын бірінші ЮГОВ-қа кіріп аламыз, достар. ЮГОВ-қа ЦП арқылы кіріп аламыз. Кіріп алғаннан кейін осылай войти через ЮГОВ деп басаңыздар, ЮГОВ-ға кіріп қойған ғой сізді ЦП. Сразу автоматтан кіріп кетесіз, достар. Мысалы біз енді кіріп қойғанбыз. Сосын міне Ердәулет, міне кіріп тұрмын, атым Ердәулет. Сосын персональный кредитный отчет деген басасыздар. Мысалы физлицам деген басаңыздар, персональный кредитный отчет деген басасыздар, достар. Сонымен астына түсеміз. Ең астына түсеміз да, получить покой деген басамыз, достар. Міне. Егер де бұрын сіздер история тексермесеңіздер, сіздерге тегін. Жылына бір рет тегін болады. Егер жылына тексеріп қойсаңыздар, екінші рет сізге платный болады 414 теңге. Мысалы мен тексеріп қойғам, соны қазір ашып көрсетемін сіздерге. Тік көрсетемін, достар. Енді жалпы қараңыздар. Қараңыздар. Бізде қазір Каспий банк бар. Айына 95 мың көрдіңіздер ме? Қалдық. Досрочный алатын болсам 958 теңге төлейді екен. Кредитный карта бар. На кредитный карта просто ашық тұр менде. Айына еш нәрсе төлемеймін, досрочный алынбайды. Просто 270 мың осыны жауып тастау керек. Керек емес нәрсе. Банкке барсақ, негізі ашып бере береді. Қолданған санамына оларға план орындау керек. Сол үшін біз қолданбасақ та ашып береді осыны. Жауып тастаған дұрыс. Пайдасы жоқ, пайдасынан зияны. 7.20 мен ипотекам бар. Міне көрініп тұр ма? Көрініп тұр, достар. Займ тұр, достар. Займ болса, ол желательно жауып тастаған дұрыс болады. Көрдіңіздер ме? Примерно енді көрдіңіздер ғой. Жалпы осылай болады да, история деген осылай көрініп тұрады. Енді ең астына түсеміз. Яқты көрініп тұрады енді, просрочка неше күн, қанша күн, менде жоқ оны просрочка деген. Сосын түсіндіре алмаймын. Яғы бір-ақ күн, анда санда 2023-те болған. Ең астына түссек, заявка берген жерлеріміз, қай банкқа заявка берген, сол барлық шығатын болды, достар. Жалпы енді примерно көріп алыңыздар, займ болса, жаңағыдай кредитный карта болса, желательно банкке барып заявление жазып, жауып тастаңыздар. Зайымды Жапонияға 2 апта күтесіздер, сосын заявка беріп көріңіздер. Банкке барып. Егер достар история түсінбесеңіздер, бұны да история тексеріп, разбор жасап, кредит шығару керек болса, разбор жасау керек болса, анализ керек болса, мына нөмірге жазыңыздар WhatsApp-қа 705-326-3155. Сіздерді шақырамыз консультацияға, тегін тексеріп беретін боламыз, консультация беретін боламыз. Егер пайдалы болса, төменге комментария плюс қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Жақсы тілек. Сіздермен бірге болған Якудза.